Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қызылша жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл сіздер үшін бірер секундтық зат болса, біз үшін үлкен еңбек. Қызылша өте пайдалы жемістердің бірі болып табылады. Яғни оны үнемі тұтынатын адамда бас ауыру, бас айналу сияқты заттар болмайды екен. Және қызылша қан құрамындағы пайдалы элементтерге өте бай. Сондықтан да оны тұтынуға, балаларыңызға пісіріп беруге кеңес беремін. Қызылшадан қазіргі таңда өте көптеген тамақтар пісіруге болады. Соның ішінде салаттар, десерттер және де сусындар істеуге болады. Қызылшаның тағы бір пайдасы ол іш қату кезінде өте жақсы әсер береді. Қызылшаны үнемі тұтынатын адамдарда яғни қызару процесс болып тұрады, яғни ол адам сұрланып немесе бозарып жүрмейтін болады. Қанның құрамына өте пайдалы болғандықтан ол жүкті әйелдерге де өте көп пайдасын тигізеді. Сондықтан да қызылшаны көбірек тұтыныңыздар. Және де қызылша тұмауға қарсы антибиотик есебінде беріледі. Яғни тұмауратқан кезде қызылшаның шырынын сығып алып, 1-2 тамшы мұрынға тамызуды кеңес етемін. Және де қызылшаны пісірген кезде оның аяғы мен бас жағын қырықпай пісіру керек. Сонда қызылшаға су сіңбей, яғни өз витаминдері өзінде қалатын болады. Егер де сіздерге мәліметтер ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.